Онда келесідей таблица жазуғанымыз дұрыс болады. Так, мына жерде S дейік, жерде V дейік, жерде T дейік. Міне, осылай. Қоямыз. Так, мынау ағыс бойымен деген сөз, мынау ағысқа қарсы деген сөз. Енді қараңдар. В, мысалы, ағыс бойындағы жылдамдық, ол мысалы В қайық қосылған В ағыс болады. Ал В жылдамдық қарсы, яғни ағысқа қарсы жылдамдық ол В қайық, азайтылған В ағыс болады. Енді біз соны қолданайық бұл есепте. Қараңыздар. Моторлы қайық екі айлақ марасын өзен ағысымен 6 сағат дейді. Мына жерде 6-ын қоямыз. Ал ағысқа қарсы 8 сағат неге 8 қоямыз. Өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат дейді. Яғни В ағыс бізде болып тұр 3 км сағат. Ал В қайықтікі белгісіз, В қайық X дейміз. Сонда мынаны пайдаланып қоятын болсақ, мына жерде болады. X қосылған 3 болады. Мына жерде X азайтылған 3 болады. Енді S деген ол білеміз бәріміз бұл көбейтілген та. Сонда мына жерде қоятын болсақ 6 көбейтілген X плюс 3 болады. Мына жерде 8 көбейтілген X минус 3. Енді мынау екі қайықтың ара қашықтығы бірдей болғандықтан мына екеуін теңестіреміз. 6 көбейтілген X плюс 3. Так, тең болады 8 көбейтілген X минус 3. 2 жағын бірдей. 2-ге қысқартып жүрек қысқарылатын болғандықтан 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. X плюс 3. Так, мына 8-ді 2-ге бөлсек 4, X минус 3 болады. Так, жақшаны сайықты сонда 3X қосылған 9 болады. Тең болады 4X минус 12 болады. X-терді оңға жинақтақ, сандарды солға жүрек сонда 4X азайтылған 3X болады. Ол тең болады 9 қосылған 12-ге, яғни X-іміз тең болып тұр, сол кезде 21-ге. Сонда моторлы қайықтың жылдамдығы 21 км сағат болады.